Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Фариза бүгін осындай керемет шиеден компот дайындайтын боламыз. Өте әдемі болып шығады. Бұл видеода мен екі әдісін көрсетемін. Қалай дайындау керектігін міндетті түрде көріңіздер. Барлығын алдын ала дайындап алдық. Шиелерімізді жуып, банкаларымызды тазалап, оларды буға, осындай парға қойып аламыз. Содан соң тазаланған банкаларымызға, буланған банкаларымызға, яғни шиелерімізді қолыңызбен 2 уыс көлемде саласыздар. Барлығына осылай жеткізіп салып аламыз. Бұл бізде бірінші әдісі. Қант салатын кезде 2 литрге 200 грамм, 3 литрге 300 грамм. Осылай есептесеңіз болады. Сізде таразы болмаған жағдайда үлкен ас қасықпен 2 литрге 9-10 қасық, 3 литрге 13 ас қасық салсаңыз болады. Енді осының үстіне қайнап тұрған суды құясыздар. Содан соң қақпағын, оны да ыстық суға бір салып аласыздар да, бұрап, жауып тастай бересіздер. Және де бір араластырып жібересіз. Ыстық кезде қант еріп кету керек. Бұл бізде екінші әдіс, яғни сироп жасау арқылы компот дайындаймыз. Сіздің кастрөліңіз жақсылап жуылған, тазаланған болу керек. Себебі ет қайнатылған болса, майға пайдаланған болсаңыз, ол сиробыңыздың кішкене май бетіне қалқып тұру мүмкін. Сол себепті жақсылап тазалап аласыз. Енді 10 литр су құямыз. Оның үстіне 2 килограмм қант саламыз. Жақсылап қайнатып сироп дайындаймыз. Мінекей бізде қайнайын деп жатыр. Енді осыны банкымыздың үстіне құя береміз. Қалауыңыз бойынша осылай бетіне апельсин салып жіберсеңіз де болады. Бұл міндетті емес, үйде болса сала беріңіз. Бұның да банкысының қақпағын ыстық суға бір салып аласыз, жауып тастай бересіз. Неге бізде компоттар дайын болды? Осы екі әдіспен жасап көріңіздер. Мен ылғи осы екі әдіспен жасаймын. Сол себепті өте әдемі, күшті болып шығады. Сол себепті мен сіздерге ұсынып отырмын. Сіздермен Фариза, менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Лайк басып қойыңыздар, пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Өте керемет болып шығады. Қыста күшті қылып балдарыңызға бересіз. Ас болсын.